қазақ жігіті шетелде Америкада оқып жүріп 2 ай бойы свет қоса алмаған ғой, свет қосуын білмеген. Сонда мына таңғалып жатыр да үйдің егелері ше, қалай сонда сен қараңғыда жүрсің, сұрамадың ба дегенде, светін қосып тексеріп жатыр ғой, жанбайды дейді. Жоқ, мына жанындағысын қарашы, қосты да. Сонда мынау жігіт таңғалып жатқан, қарасаңыздаршы, қалай болды сондай дегенде, біреу тұр тартқан, қосылмаған. Екіншісі тұр, оны қосып тексеріп көрмеген да. Мына шкафты ашып, шкафтың светімен жүрген ғой. Сонда пердені ашады күндіз, кешкісін осындай 2 есікті ашып қоямын да, соның светімен жүрген дейді. Аналар таңғалып отыр, қалай сонда? Элементар менен келіп сұрамадың ба, менде свет жанбай тұр, қалай қоса болады, істей ма істемей ма деген деп ше. Қайтадан келіп тексеріп жатыр, қарасаңыздаршы, істеп тұр. Аналар қуанып отыр. Сонда бұл жерде түйін не? Түйін жігіт элементарно қасындағы нәрсені тексеріп көруге қорыққан. Сосын барып бір мәселе. Екінші мәселе, мына егелеріне барып айтуға ыңғайсызданған ба, ұялған ба, қысылған ба, сондай да. Сол үшін осы іштегі сенімсіздік, ұялшақтық деген нәрсені, осындай элементарный нәрсе, бұл ертең келешекте де кәсіп жасауға да соған әжептәуір кедергісін тигізеді. Сол үшін маған тіркеліп алыңыз, осындай нәрсені бөлісіңіздер.